Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы 62-ші сабақ. Бірінші жаттығудан 4-ші жаттығуға дейін бірге қарастырайық. Сабақтың тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу бізде өлеңді оқы, жаттап ал дейді. Өлеңді жаттап үйден жаттап өлеңді мәнелеп айтатын боламыз. Оқылым: қолыңды жу. Серікбол Хасанның өлеңі екен. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі ақ көбікке малып. Жасыл, қызыл ағын қолдана бер бәрін, жуынғанда дәйім қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда, таңда, түсте, кеште қол жуудан тынба. Өлең не туралы болды? Өлең сабынмен қолды жуу туралы, тазалық туралы. Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек? Тазалықты үнемі сақтау үшін уақытында қолымызды жуып тұруымыз керек. Немесе киімдерімізді уақытымен ауыстыруымыз керек. Үстіміздегі киімдер лас болған кезде міндетті түрде уақытында ауыстырамыз. Және үнемі жуынып жүреміз. Сабынның пайдасы қандай? Сабынның пайдасы, яғни тек сумен жуғанға қарағанда сабын жаңағы түрлі қолымыздағы микробтарды, лас нәрселерді кетіреді екен. Езіп, ол жаңағы барлық ласты алып шығады. Сабынның пайдасы көп. Сабынның жаңағы кір жуатын сабын түрі болады. Иіс сабын деп айтып жатамыз. Адамның өзінің бетін жууға, денесін жууға арналған сабындар болады. Сұйық сабындар болады. Яғни сабынның пайдасы бар. Оны үнемі күнделікті үйде қолданып жүрміз. Заттың атын білдіретін сөздерді тап деді. Бұл жерде заттың атын білдіріп тұрған сабын, қолды, қолға дейді, яғни неге? Қолға, қайда, қолда. Не бар мұнда? Тазалық бар дейді. Қол жуудан тынба. Не жуудан тынба? Қол. Заттың атын білдіріп тұрған сөздер осы сөздер болып есептеледі. Яғни заттың атын білдіретін сөздер кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Екінші жаттығуға қарайық. Жұмбақты көшіріп жаз дейді. Шешуін тап. Жуған киім тазарып, өзі қалды тым арып дейді. Яғни жуған киімімізді сабынмен жуамыз, бірақ өзі кішірейе береді екен. Яғни сабынды қолданған сайын ол кішкентай бола беретіндігін айтып тұр. Яғни жұмбақтың жауабы сабын екен. Келесі үшінші жаттығу: көркем жазуымыз керек. Су, сабын, сүлгі, тарақ, айна. Бұларды біздер күнделікті тазалық кезінде қолданатын боламыз да. Сумен қолымызды жуамыз, сабынды қолданамыз. Қолымызда микробтарды кетіріп сабынды қолданып жуамыз. Сүлгімен сүртінеміз да, жуынып болғаннан кейін. Тарақпен шашымызды тараймыз. Бет әлпетімізді біздер көру үшін айнаға қараймыз. Айнаға қарап жуынамыз, шашымызды тараймыз да. Сонда бұл заттардың барлығы да күнделікті өмірімізде қолданып жүрміз екен. Келесі төртінші жаттығу: сурет атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап айт дейді. Бірінші тұрған сурет бізде тарақ, айна, зымыран, алма, ләқ, ыдыс және қоян. Ендеше осы суреттердің бірінші әріптерін алатын болсақ, тазалық деген сөз шықты. Тазалық біздерге үнемі қажет. Тазалық сақтаған өте жақсы. Таза жүрген адамның жаңағы сыртқы келбетінен көрініп тұрады. Сондықтан қолымызды, сыртқы киімімізді таза ұстап жүруді ұмытпайық. Сіздер осы кезден тазалыққа үйренулерің қажет. Өз-өздеріңізге қызмет ете білу керексіздер. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаймыз. Маған жасаған көмектеріңіз, сіздер маған каналға тіркелулеріңіз қажет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.